Біз қашан Құдайдың жауына айналамыз? Құдайдың біз үшін жасаған істерін қабылдамаған кезде. Ол бізді сен әділ деп атайды, бірақ біз оның шындығына сенбей қабылдамаймыз. Бізді ақтаған Исаға емес, біз адамның кемшіліктеріне қарағанды жөн көреміз. Біз Құдай ақталған адамды күнәһар деп айта береміз. Бұл біздің Құдайдың алдында бетпе-бет тұрып, Құдайға тіл тигізуімізді білдіреді. Басқалардың кемшіліктеріне қарау, бұл Құдайға қарсы шығу. Егер құтқарылған адам қателік жасаса, сол іс Құдайдың мейірімін жоя ма? Жоқ. Ең үлкен зұлымдық біз Құдайдың рақымына қарсы шыққан кезде бұл қарғысқа әкелуі мүмкін. Әр адамның кемшіліктері бар, бірақ Құдай үшін бұл мәселе емес. Көптеген адамдар жақсылық пен жамандыққа қатысты өздерінің стандарттары бойынша өмір сүреді. Құдайдың көзқарасы мен адамның көзқарасы мүлдем басқаша. Мейірімді Құдай үшін адамдардың кемшіліктері мәселе емес. Мейірімді Құдай үшін адамның кемшіліктері мұқтаж емес. Бұл Құдайдың мейірімін жоя ма? Әлде өзгерте ала ма? Жоқ. Құдай бізден біздің стандарттарымыз арқылы қарайтын көздерді алып тастап, оларды Құдайдың рақымымен қарайтын көздермен ауыстырғысы келеді. Құдайдың рақымымен біз бәріміз кемелді болдық. Күнәларымыз Исаның қанымен жабылды. Шайтан біздің күнәларымыз бен кемшіліктерімізді көрсетеді, ал Құдай олай істемейді. Кемшіліктерге қарамай, Құдайдың оны әділ еткеніне қарайтын жан Құдайды сүйеді. Бұл шынайы сенім. Өзінің шындығына сүйінген өмір сүретін адам Құдайдың рақымына қарсы шығады. Мен адамдарды бағалап, олардың әлсіздіктеріне қарамаймын. Бірақ Құдайдың оларды қалай ақтап, мейірімен жауып тұратынына қараймын. Сондай сенім маған өте қажет. Құдай біздің өз көзімізбен емес, Құдайдың көзімен көруімізді қалайды. Құдай біз теріс нәрселерді байқамаған кезде ол қуанады.